Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін ең оңай торттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін слоеный тесто қажет. Оны үйде жасасаңыздар да болады, немесе дүкеннен дайынын сатып алып жасасаңыздар да болады. Өте дәмді шығады, әрі тез жасалады, сондықтан жасауға кеңес беремін. Мінекей мен дүкеннен дайын слоеный тесто алдым, осыдан жасаймын. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Жаңа рецепті жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Осы тестаны алып, барынша жұқа етіп жаямыз. Егер де кішкене іші жабысқан болса, оны сүйіп жайсаңыздар болады. Ең бірінші кішкентай оқтаудың көмегімен бастап жайып шықтым. Одан кейін оны сүйіп отырып, тағы да үлкен оқтаудың көмегімен жұқа етіп шамамен 1-2 мм қалыңдықта болатындай жайып шығамыз. Мінекей біз жайып болдық. Осы видеодағыдай қалыңдық жеткілікті. Енді бұны ұзынша қып турасаңыздар да, немесе кубиктап турап, бірден духовкаға салсаңыздар да болады. Мен ең бірінші ұзынша қып турап шықтым. Пергамент қағазының үстіне әрбір слойды салып шығып, бетіне ешқандай жұмыртқа, қант себудің қажеті жоқ. Дәл осылай 180 градуста духовкаға 20-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей біздің қатпарлы қамырымыз пісіп шықты, көтерілді. Енді кремін дайындаймыз. Енді крем жасауға кірісеміз. 20% қаймақтың үстіне осы сахарный пудраны сеуіп, жақсылап араластырдық. Жалпы бұл тортқа кез келген крем түрін пайдалансаңыздар да болады. Заварной крем, яғни қайнатпалы кремнің де рецептері каналымда бар. Сол арқылы жасасаңыздар да өте дәмді шығады. Мінекей біздің барлық палочкалар дайын болды. Енді осы диаметрі 20 см болатын формаға жинайын дедім. Бетін әрлеу үшін осы трубочкадан бір 10 шақтысын бөлек алып қоямыз. Және де қалған трубочкада формаға сай жақсы жиналуы үшін 3-4 бөлікке бөліп барлығын дайындап алдық. Жаңа айтып кеткендей, духовкаға салар алдында бірден осындай ұсақ бөлікке бөліп пісірсеңіздер де болады, немесе мен сияқты піскеннен кейін үгіте салсаңыздар да болады. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ол үшін ең астына слоеный тестамызды саламыз. Бір бөлігін салғаннан кейін сметана кремнен үстіне салып, басып шығамыз. Бүкіл жеріне крем жағылуы керек. Және де дәл солай кезекпен кезек қамырды, кремді араластырып отырып жинаймыз. Бұл жерде басқа формаға жинасаңыздар да болады. Мен тез алыну үшін астына бірінші пищевой пленканы жайып қойдым. Келесі тарелкаға алған кезде астына жабысып қалмау үшін және алуға ыңғайлы болу үшін. Әрбір слойдан кейін тортты жақсылап нығыздап басып отырыңыздар. Арасына кремнің барлығы жағылуын қадағалаңыз. Мінекей біз тортымызды жинап болдық. Енді бетін тағы да салафанмен немесе осындай пищевой пленкамен жауып, 2 сағатқа холодильникке салып қоямыз.
Мінекей бізде торт 3 сағаттай холодильникте тұрды. Енді бұны бірден формадан алмаймыз. Ең бірінші айналасын осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Содан кейін барып формадан шешетін боламыз. Енді жан-жағындағы пищевой пленканы көтере отырып, астын көтеріп, тарелкамызға орналастырамыз. Басында бөлек алып қойған палочкадан осындай крошки дайындадық. Енді бетін осымен және айналасын әрлеп шығамыз. Жалпы өз қалауларыңызға сай бетіне түрлі жеміс-жидектер қойсаңыздар да болады. Мінекей біздің тез дайын болатын, көп пісіруді, көп затты қажет етпейтін дәмді тортымыз дайын болды. Бұл Наполеонның жасалу жолы өте оңай, әрі тез дайын болатын рецебі. Осы рецептпен жасасаңыздар бірден ең алғаш жасағаннан ақ шығатынына сенімдімін. Сондықтан дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын. Сондай дәмді торттың дәмін татып көріңіздер. Үй жағдайында жасаңыздар. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Жаңа рецептілер жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сіздермен болған Альмира. Ас болсын. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қойсаңыздар болады.